Желіде жылдам ақпарат тарады. Көріңіздер, сәлеметсіз бе қымбат көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғашқы қатарынан біліңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. Павлодар облысында тұрғын үй болған өрттен 6 адам көз жұмды деп хабарлайды өңірлік ТЖД-ның баспасөз қызметіне сілтеме жасаған Қазнұр.кз. Ведомствоның мәліметінше, бүгін Павлодар облыстық ТЖД-ның 101 қызмет пультіне Солнечный кентінен 7 км қашықтықта орналасқан шаруа қожалықтарының бірінің аумағында өрт шыққан туралы хабарлама келіп түскен. Оқиға орнына Павлодар облысы өртке қарсы құрылымдардың, сондай-ақ Солнечный кентінің өрт сөндіру бекетінің күштер мен құралдары дереу жіберілген. Өрт сөндіру барысында 27 литрлі 8 газ баллоны шығарылған. Өртті жоюға жеке құрамнан 30-ға жуық адам мен 10 бірлік техника жұмылдырылған. Алғашқы бөлімшелер келгеннен кейін тұрғын үй толығымен өртке оранғандығы анықталған. Өрттің салдарынан шатырдың жартылай құлауы болған. Жалын сонымен қатар іргелес қосалқы құрылыстарға таралып, жалпы ауданы 920 шаршы метрді қамтыған. Өрт кезінде үйде 7 адам болған. Олардың бірі 1972 жылы туған ер адам, өз бетінше сыртқа шыққан. Оны жедел жәрдем бригадасы медициналық мекемеге жеткізген, оған қажетті көмек көрсетілуде. Оқиға орнында қаза тапқан 6 адамның денесі табылған. Қазір уақытта марқұмдардың жеке басы анықталып жатыр. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басыңыз, жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.